Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағзаға өте пайдалы, жасалу жолы өте оңай, кез келген тағаммен үйлесетін ашытылған немесе тұздалған қырыққабат дайындайтын боламыз. Бұл жолы қырыққабатымызға су қосылмайды, яғни маринад қосылмайды, уксус қосылмайды, өзінің суығында ашытылатын қырыққабат дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қырыққабат және сәбіз қажет болады. Қырыққабатты, сәбізді жуып тазалап аламыз. Қырыққабаттың ортасында қатты жерін алып тастаймыз. Қырыққабатты арнайы үкішпен немесе қолыңызбен жіңішкелеп турап аламыз. Сәбізді де карри үкіштен өткізіп қоямыз. Сәбізді қосса да, қоспаса да болады. Сәбіздің орнына қызылша қосуға да болады, алма қосуға да болады. Немесе тмин қосса, клюква, укроп, немесе лавр мен қара бұрышты да қосуға да болады. Оның барлығын менің каналымнан алдағы уақытта көре алатын боласыздар. Ашытылған қырыққабат құрамында пребиотик бар тағамдардан бірінші орын алады. Ішектерге өте жақсы әсерін береді. Біздің иммунитетімізді ішектерімізде болады. Ішектерімізде пайдалы және зиянды бактериялар бар. Солардың барлығы нормасы дұрыс болған кезде иммунитет жақсарады. Сол үшін осы ашытылған қырыққабаттың құрамында пайдалы бактериялар өте көп болып табылады. Сол үшін қыс бойы күзден бастап дайындап жеп жүрген дұрыс болады. Қырыққабатымызды турап алдық. Енді бұған бір ас қасық толтырмай тұз саламыз. Сосын шым-шым қант саламыз. Жаймен қатты мүжбей бірінші тұзы мен қанты толық сіңу үшін жаймен араластырып, содан кейін қатты мүжіп суын шығарғанша мүжеміз. Бүгін эмаль ыдысты шелекке дайындайтын боламыз. Эмаль ыдыстың түбіне бірінші қырыққабаттың жапырақтарын салып шығамыз. Содан кейін қырыққабатымызды саламыз. Бұл жерде сәбізсіз қырыққабаттың өзін салдық. Салып болғаннан кейін қолымызбен, жұдырықпен мүжіп басамыз. Енді екінші қырыққабатымызды дәл осылай қолымыздың пышақтың көмегімен жұқалап тураймыз. Сыртында қабығындағы керек емес жерлерін алып тастаймыз, ортасында қаттысын да алып тастаймыз. Содан кейін жұқалап турап шығамыз. Тұздалған қырыққабаттың құрамында пребиотикпен қоса өте көп дәрумендер бар. Иммунитетті өте жақсы көмектесетін, иммунитетке өте жақсы көмектесетін, жақсы көтеретін С дәрумені, К дәрумені, фолик қышқылы және өте пайдалы йод та бар. Ешқандай да қайнатылмайды, буламайды, барлық витамині бойында сақталады. Тұзды көп қоспаңыздар. Кей адамдар ашытамыз деп өте көп тұз қосып жатады. Сол үшін пайдасынан гөрі зияны да көп болып жатады.
күштен өткізген сәбізді қосамыз. Содан кейін бір ас қасық толтырмай тұз саламыз. Тағы да шым-шым қант саламыз. Қант көп салмаймыз, қант шым-шым ғана саламыз. Өйткені бактерия болу үшін қант қосу керек. Бірінші жаймен тұзы сіңу үшін жаймен толық араластырып аламыз да, одан кейін қолымызбен қатты су шыққанша мыжамыз. Енді осы қырыққабатты әрі қарай эмаль ыдысымызға саламыз. Енді жұдырығымызбен басып пресстейміз. Әрі қарай тағы да дәл осылай тағы да қайталаймыз. Тағы да бір капустаға үкіштен өткізіп, немесе қолымызбен турап, оның үстіне үкіштен өткізген сәбізімізді қосып, тұзымызды қосып, шым-шым қантымызды қосып, тағы да мыжамыз. Яғни мен бұл жерде бір капустаға 2,5 килограммдай бір капустаға бір ас қасық толтырмай тұз салып жатырмын. Енді осы араластырып, мыжып тағы да эмаль ыдысымызға саламыз. Жұдырығымызбен тағы да үстінен басып шығамыз. Суы бетіне шығып тұруы қажет. Енді үстіне тарелка қойып, тарелканың үстіне ауыр 5 литрлік су немесе ауыр зат қою керек. Немесе банкадағы су қоюға болады. Енді 3-4 тәулікке дейін бөлме температурасында жылы жерде тұру керек. Мына бір тәуліктен кейін капустамыз толық жақсы ашу үшін осындай таяқшаның көмегімен орталарын әр жерден ашып шығамыз. Өйткені ортасындағы газдарын сыртқа шығару керек. 3 күн бойы осылай күніне 3-4 рет осылай таяқшаның көмегімен ашып тұрамыз. Үш тәулік тұрды. Мына квашеный капустамыз дайын. Енді стерильденген банкымызға саламыз. Крышкасын жауып, тоңазышқа немесе салқын бөлмеге, погребқа қойып сақтай береміз. Дайын болған қырыққабатымызға осындай кішкентай бір пияз турап, үстіне бір ас қасық зәйтүн майын қосып, әбден жақсылап араластырып, дастарханға қоюларыңызға болады. Квашеный капустамыз дайын. Кез келген тағаммен үйлеседі. Борщ тағамдарына винегретке қосуға болады. Қыс бойы осындай тұздаған қырыққабатты жеу ағзаға өте пайдасы зор. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.